26 жарық пен қараңғы. Сен жарық пен қараңғының не екенін білесің, жарық пен қараңғыны салыстырасың. Екі суретті салыстыр. Суреттерде уақыттың қай бөлігі бейнеленген? Жарық не үшін қажет? Қараңғылық қажет пе? Білгенің жөн. Жарық арқылы адам мен жануар айналасындағы әлемді көреді. Сәуле бойында энергиясы бар сызық. Жарық адамдар, жануарлар мен өсімдіктердің тіршілігі үшін аса қажет. Сен тұратын қаланың, ауылдың атауы нені білдіреді? Өз елді мекеніңнің пайда болу тарихынан не білесің? Ойша елімізді аралап саяхатқа шық. Елді мекендердің атаулары біздің ата-бабаларымыздың өмірі туралы көп нәрсе айталады. Адамдар ежелден өзен бойында, көлдің жағалауында, бұлақтың басында, таудың етегінде, таудың баурайында қоныстанған. Карта мен жұмыс. Өзеннің, теңіз, көлдің атауына қатысты немесе су сөзі бар қалаларды картадан тап. Картадан тау, төбе сөздермен байланысты қалалар мен ауылдарды тауып, қойылу себебін анықтап көр. Ежелде Ұлы Жібек жолы Қазақстанның оңтүстік аймақтарынан өткен. Сол жерлерде саудагерлер сауда-саттық жасап керуен жүргізген. Керуен жолдары өтетін Сырдария мен Жетісу өзендерінің бойында көптеген қалалар пайда болған. Картадағы жазу, Ұлы Жібек жолының бағыты. Мен жұмыс. Жетісу мен оңтүстік өңірдегі көне қалалар Түркістан, Шымкент, Тараз, Алматы, олардың осы өңірде пайда болу себебін түсіндіріп, картадан көрсет.